Аймақ басшысы Асқар Мырзахметов белгілі спортшы жерлесіміз Елдос Сметовті қабылдап, Токиода өткен әлем чемпионатының қола жүлдегері атануымен құттықтап, қошемет көрсетті. Спортшы өзін әркез қолдап, жарыс алдында қабылдап, жігер беріп отыратын аймақ басшысына алғысын білдірді. Асқар Исабекұлы қазақтың қандағы қайсарлық, бойдағы батырлығы, ел мен жерді қорғауда талай тар жол тайғақ кешуден алып шыққанын айта келе, бүгінде ол қасиет байрағымызды биіктен желбіретіп жүрген саңлақ спортшылардың бойынан көрініс тауып жатқанын тілге тиек етті. Спортшының кезекті жеңісі барша еліміздің, оның ішінде жамбылдықтардың да мерейі екендігін айрықша атап өтті. Біздің қанымыздағы қасиет, ол кез келген халықтың қанында ондай қасиет жоқ. Сондықтан да осыншама даланы ұстап тұрған бая батырлардың ұрпағы, соны естен шығармау керек. Осыны әрине не керек, жаттығу керек, еңбек керек, бірақ жүрек керек. Өз кезегінде Елдос Сметов аталмыш жарыс барысы туралы әңгімелеп, өзінің медальдарын көрсетті. Өңір басшысы спортшыға сәттілік тіледі. Алдағы Токио олимпиадасында алтыннан алқа тағуына ниеттес екендігін жеткізді. Айта кетейік, дзюдошы Елдос Сметов Токиода өткен әлем чемпионатының қола жүлдегері атанды. Ол 3-ші орын үшін белдесуде отандасымыз Осман Қырғызбаевты жеңген болатын. Жерлесіміз ширек финалға дейін Сауд Аламириді, Элиос Манзиді, Али Хаусровты жеңді. Ширек финалда Елдос жапониялық Ружу Нагаямаға есе жіберіп, жұбаныш белдесуінде күресуге мүмкіндік алған Елдос қарсыласы тайпейлік Ян Кюнг Уэйді иппон ұпайымен ұтқан болатын. Өз-өзімізбен жұмыс жасайтындай мүмкіндік болып жатыр, енді Аллаға шүкір, қандай жетістік болса да. Бірақ енді олимпиаданың алтынына бар күшімізді, бар ойымызда жинаған еңбегімізді сол жерде аянбай саламыз деген ниетте еңбек етіп жатырмыз. Токиода басталған әлем чемпионатына әлемнің 147 елінен 900-ге жоқ дзюдошы қатысып жатыр. Қазақстан құрамасынан Токио татамиінде 16 дзюдошы бақтарын сынауда. Әлем чемпионаты қыркүйектің 1-не дейін жалғасады. Перизат Қуатқызы, Шанғазы Ахмет, Нұрбол Қыстаубек, 7-7 Ньюс.